Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Дайын болсаңыздар сабағымызды бастасақ. Жалпы бүгін сыныпта қандай оқушы жоқ? Рахмет Нағима. Яғни бүгін Айдана мен Ақбота қызымыз себепті екен. Енді бүгінгі жаңа тақырыпты айтып өтсем, қондырмалы жеңдерді модельдеу тақырыбы. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз. Яғни біздің тақырыбымыздың мақсаты қондырмалы жеңдердің түрлері мен модельдеу әдістерін үйрену, жең негізгі сызбаларын пайдалана отырып, түрлендіру тәсілдерін түсіндіру, киім үлгілеріне сәйкес жең конструкциясын дұрыс таңдап түрлендіру. Яғни қыздар, бүгінгі сабағымызда біз қондырмалы жеңдің түрлі пішінге үлгілеп үйренеміз. Енді сіздерді үй тапсырмасына мен сіздерге жасырын ұяшықтарға өлшем бірліктер атауын жасырдым. Соны сіздер кезекпен таңдау арқылы екі топқа бөлініп, әр ұяшықты таңдау арқылы сұрақтарға жауап бересіздер. Енді сіздерді топқа бөліп алсам, Филиппити платформасы арқылы сіздерді екі топқа бөлемін. Бұл жерде қарасаңыздар, бірінші тобымыз оң жаққа қарай отырсаңыздар, ал екінші топтағылар сол жақтағы орындыққа қарай отырсаңыздар. Осылай екі топ боласыздар, яғни оң жақтағы бірінші топ, сол жақтағы екінші топ. Ал енді топқа бөлініп болса, қыздар жайғасып алайық орнымызға. Мен сіздерге үй тапсырмасын сұрауға жасырын ұяшықтарымды ашайын. Бұл жерде сіздерде балалық шақта өздеріңіз ойнайтындай 0 және X қою арқылы өз қатарларыңызды сұраққа жауап беріп түзіп шығуларыңыз керек. Бұл жерде кез келген кестені таңдайсыздар. Үш жауабын екінші кісілер X таңбасымен белгілейді. Ал кім шығады? Тақтаға шығып кезекпен өлшем белгілерін алсаңыздар. Ал келе қойыңыз. Екінші топ. Сіздер қай белгімен белгілейсіздер? Таңдаңыз ұяшықты. Қандай өлшем бірлік? Дұрыс. Қай таңбаны таңдап жатсыздар? Екінші топ. X па? Жақсы. Ал келесі. Сіз қай топтан? Бірінші топ. Ал келіңіз. Таңдаңыз. Тегізіңіз де қолыңызды. S па? Қандай өлшем бірлік? Айтпаймыз, тынышталамыз. Екінші топ. Жоқ, екінші топта білетіндер бар ма? Тұрып айтамыз. Жақсы. Ал кеттік. Екінші топ. Қыздар, уақытымыз тығыз, олай ұзақ отыра бермейік. Тез жылдам шығып, таңдап, сіз қарсылас топтың жолын жабу керексіздер бұл жерде. Және өзіңіз бір қатарға жинау керексіздер. Қайдан басақ ба? Баса беріңіз. Қайсысы? Ал кеттік. Шпы, қандай өлшем бірлік? Бойдың жалпақтығымен. Жоқ. Дұрыс. Ал кеттік. Келесі, тез келеміз. Вг. Тынышталамыз. Қандай? Кеуде биіктігі. Дұрыс. Келесі. Қыздар, жылдамдатамыз. Сіздер күтпей-ақ шыға беріңіздер. Жолын жауап тастасаңыз. Бұл жерде топтық жұмыс. Ал, даю. Қарсылас топ айтсаңыздар болады, сіздердің таңбаларыңыз. Жайлап тұрып айтамыз. Ал, кеттік. Келесі, кім шығады, келіп айта беріңіздер. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Қай топ, кім дайын келіп шығып айта беріңіздер. Жылдамдатып жүрейік.
Жылдамдап жүрек. Ке болады. Ал Кеудені С. Кеуденің екі жарты айналымы. Сіздер дұрыс таңдап жатсыздар ма? Иә. Болдық па? Басқамыз шықпаймыз ба? Шыға беріңіздер, айтып тұрмын ғой, кез келгенін шыға беріңіздер. ДТП. Қандай өлшем? Ұзындығы. Алдыңғы бойының Белге дейінгі ұзындығы. Дұрыс. Ал? Ал соңғы неңіз таңдаңыз. Сіздер негіз дұрыс таңдамадыңыздар. С-ті. Білеміз ба? Кеуденің жарты айналымы. С-ті. Белдің жартылай айналымы. Дұрыс. Қыздар, негізі бірінші топ сіздерде мүмкіншілік болды. Сіздер бір қатарға ретімен 4 сұраққа жауап бергенде сіздер жеңетін едіңіздер. Енді мен сіздерге мынандай жеке-жеке бағалау парағын дайындадым. Бұл жерде қарасаңыздар, білім алушылар өз фамилияларыңызды жазып, әр тапсырмаға бірден 25% аралығында бағалап отырасыздар. Сонда сіздерде 4 тапсырмада 100%-ға дейін ең максимальный балл ала аласыздар. Әр студент өзін бағалайды. Ал қыздар, екінші тапсырма. Қыздар, менде мынандай екі не бар, сұрақ бар. Жең формасы киімнің жалпы көрінісіне қалай әсер етеді? Және әртүрлі стильдегі киімдерге сәйкес жең үлгілерін қалай өзгеру мүмкін? Яғни осы екі сұраққа мына жердегі қайсысы сәйкес келеді? Соны сіздер ретімен жылжытып тұсына жинауларыңыз керек. Түсінікті ма? Екінші тапсырманы түсінікті ма? Ал, келіңіздер. Қай топ шығады? Мен айтайыншы, бірінші топ мына бірінші қатарды жинасын, екінші топ екінші қатарды жинап шықсын. Ал? Жоқ, бірінші тобымыз жинап алсын, көріп шығайын. Иә, қайсысы? Жең формасы киімнің жалпы көрінісіне қалай әсер етеді? Қайсысын атап Жартылай атап? жең немесе реглан жең. Тар жең және ұзын жеңдер. Ұзын және кең тар жеңдер. Тар жең және ұзын жеңдер. Ұзын және кең жеңдер. Богемиялық бохо стилдары. Қысқа жеңдер. Бол ма? Иә. Жоқ, қандар көлемді жеңдер. Болма? Болма сіздікі? Богемиялықты обстай стол, ана стилге жатады да, богемиялық жоқ бұда. Болма? Мен өзім бір тексеріп алайын. Сосын дұрыс еместігін не істеймін? Айтып шығамын. Болды. Ал келесі екінші топ. Қараңыздар, бұл мына жерде, егер мына қатардың сөзі кетіп қалған жағдайда сіз беймарал алып келе аласыз. Мен просто бұл кісілердің қатесін өзім көріп алдым. Қазір мен айтамын, қайсысы дұрыс емес екен. Әртүрлі стильде киімдерге сәйкес жең үлгілері қалай өзгеруі мүмкін дейді. Спорттық стиль, классикалық стиль, Бохо стилі, сосын дизайнерлік тұрғы жоқ, бұл не ғой? Қыздар, бұл мына жердегі сөзіміз кішкене үзіліп кеткен екен. Айта беріңіз. Романтикалық стиль. Тағы да бар ма? Жоғары жақтан алынғаны бар ма? Сіздерге қатысты? Бізге қатысты жоқ. Жоқ па? Жарайды, отырыңыз. Ал енді бұл үй тапсырмамыздың тексерудің екінші тапсырмасы бойынша сіздер стиль түріне және жең түріне бөліп шығуларыңыз керек еді. Екі топта бұл жерде толығымен дұрыс бөліп шықтыңыздар. Яғни сіздер жаңа тақтаға шыққан қыздар өзін жақсы жоғары дәрежеде бағалауларыңызға болады. Ал қыздар, енді сіздерге үй тапсырмамыз түсінікті болса, балдарыңызды бағалап қойған болсаңыздар, мен сіздерге жаңа тақырыпты түсіндіріп өтейін. Жаңа тақырып, яғни біз қондырмалы жеңді модельдеу. Қондырмалы жең дегеніміз негізгі киім бөлшегінен бөлек пішілетін, қолдың қозғалысын қамтамасыз ететін конструкциялық
қандай конструкциялық бөлімі, иә, бөлігі. Яғни қондырмалы жеңді кеңдігін, ұзындығын және қолтыққа ойындысына дұрыс келетіндігін барлығын үлгілеу барысында сіздер мән беріп қарауларыңыз керек. Қондырмалы жеңдердің бірнеше түрлері бар. Тік жең, реглан жең, жартылай реглан, фонарик жең, қанатша жең және жинақталған жең түрлері жатады, иә. Енді тік жең қандай болып келеді, реглан жең қандай болып келеді, мен сіздерге сабақтың соңына осы сабақтың QR-кодын чаттарыңызға тастаймын. Сол арқылы қосымша мәліметтеріңізді дәптерлеріңізге түзіп алуға болады. Қондырмалы жеңдердің үлгілеу, негізгі үлгілеудің принциптері, яғни үлгілеу барысында сіздер қандай қағидаларды сақтауларыңыз керек. Бірінші, жең мен қолтық ойындысының өлшемдері сәйкес болуы қажет. Я, таңдаған жеңмен біздің қондыратын қолтық ойындымызға сәйкес болу керек. Екінші, жеңнің ұзындығы мен енін міндетті түрде модельге байланысты таңдауымыз керек. Үшінші, қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ету үшін қажетті қосымшаларымызды қосуымыз керек. Қондырмалы жеңдерді модельдеудің әдістері, яғни ең алдымен біз үлгілемес бұрын қыздар негізгі жең сызбасын жасап аламыз. Оны біз өткен сабақтарда негізгі жең сызбаларын сыздық, яғни основа дейміз. Енді қараңыздар, жеңнің ұзындығын, енін, жең аумағын бірінші анықтап алуларыңыз керек. Қолтық ойындысының өлшемдерінің сызбаға енгізу, яғни сіздердің жеңді қолтық ойындысына қондырасыздар ғой, сол жері бізде сәйкес келу керек. Сол үшін оны қолтық ойындысынан бірінші өлшеп алып жасайсыздар. Одан кейін конструкциясын тексеру, яғни сызба бойынша макет жасау. Сызба бойынша дегеніміз не? Мысалы, белгілі бір бізге киімнің үлгісін берілсе, соған қарап сіздер не қыласыздар? Жеңді түрлендіріп макетін жасайсыздар. Киім бөлшектерімен сәйкестігін тексеру және қажет болса өзгерістер енгізу. Яғни сіздердің үлгілеп шыққан жеңдеріңіз қондырайын деп жатқан бұйымның қолтық ойындысына сәйкес па, сәйкес емес па тексеріп аласыздар. Егер қажеттілік жағдайда сіз не істейсіздер, өзгерісті енгізуге болады. Одан кейін жең формасын өзгерту, яғни үлгілеу. Қалай үлгілеу жолдары? Кеңейту немесе тарылту әдістері арқылы үлгілеуге болады. Қатпарлар, фонарик пішінді жеңдерге үлгілеуге болады. Жеңнің төменгі бөлігін кеңейту немесе тарылту арқылы әртүрлі пішіндер жасап шығаруымызға болады. Яғни біздегі ең киімнің маңызды бөлшектерінің бірі бізде бұл жең болып келеді. Енді сіздерге мен бүгін қондырмалы жеңді қалай үлгілеу тәсілдерін көрсетемін. Енді қараңыздар, мына жерде бізде қысқа жеңдер алынған, қондырмалы қысқа жең алынған. Осыны мен бір-екі жеңдерді сіздерге үлгілеу тәсілін сызып, жабыстыру арқылы көрсетемін. Ары қарай сіздерге қосымша тапсырмалар беріледі. Сол үшін тыңдап мән беріңіздер. Мен қосымша тапсырманы сол арқылы реттеп аласыздар. Қараңыздар, мен сіздерге мынандай бірінші основасын беремін. Менде қысқа жең болғандықтан мен қолымдағы ұзын жең. Бұл масштабпен қыздар, масштабпен сіздерге түсінікті болу үшін мен масштабпен қысқартылып алынған түрін алдым. Енді мен ұзын жеңімді бірінші қысқартып аламын. Мына жерде мән берсеңіздер, қай жағы кеңейтілген жеңнің? Қай бөлігі? Астыңғы бөлігі кеңейтілсе, бірінші сіздер мән беріп қарайтын қайшы бар ма қыздар? Қайшы? Цехқа барып қайшап келе салсың ба? Цехтан қайшалып келе салшы. Мына жеңімді қысқартып алдым. Ал енді кеттік. Астыңғы жеңнің аст жағын кеңейтуіміз керек. Қыздар, мына сызықтарды да сіз қалай таңдаймыз? Мына жақтағы бүрме немесе қатпар складка дейміз, осының қаншалықты көп болуына қарай ашамыз кеңдікті. Сіздерге кішкене ғана болса, сіз 2-3 бөлікке ғана бөліп алуға болады. Ал кеттік. Енді мен сіздерге түсінікті болусы маркермен сызып көрсетейін.
Қыздар, мен кесу сызықтарын жасадым. Қараңыздар. Жеңді қай жағынан бастап кеңейтеді? Тура сол жағынан бастап кесесіздер. Аша қойыңыз, я. Қыздар, әрбір жеңді жаңағындай бөлшектерге бөліп жатқан кезде қырықпай жатып, міндетті түрде номерлеп алыңыздар. Сіздің бөлшектеріңіз шатасып кеткен жағдайда сол номер арқылы тауып алуларыңызға болады, я? Сіздерге түсінікті болу үшін мен де номер қойып алайын мына жерге. Жоқ, бара беріңіз. Ал енді қараңыздар. Жабыстыру барысында, қыздар, жеңнің астындағы бөлшектері не істеу керек бізде? Ара қашықтықтары ашылу керек. Және ара қашықтықтары бірдей теңдікте ашылу керек. Тақтан жақындатайын ба сіздерге? Бөлшек осылай үзілген жағдайда сіздер номер сол үшін қой деп жатырмын. Сотканы өшіреміз. Қыздар, соткамызды өшіреміз. Дыбыссыздық режимге қоямыз. Ал, жеңнің астын кеңейттім. Яғни бұл жерде сіздер мынаны қараңыздар. Біз матаға пішпей жатып, жеңді бірінші осылай дайындап аласыздар. Значит, сіздердің мына жердегі арақашықтықтың бәрі қандай арақашықтық? Сіздерде бүрмеге, складкаге берілген кеңдік, матаға қойылатын кеңдік мына арақашықтықтың бәрі. Яғни сіз матаға пішіп алатын кезде осылай неғып аласыздар? Осы кеңдікте аласыздар. Және бастапқы қалыпқа барлығын бүру арқылы, складка арқылы жинап, қандай жең шығарасыздар? Сонда сіздерде Қондырмалы жең. Панариге қондырмалы. Негізі өз қондырмалы жең осы. Осылай матаға жаңағында қою барысында яғни бұл біздің бірінші жеңіміз. Енді мына жерді қараңыздар. Бұл жерде не істеген? Толығымен асты да үсті де жеңі кеңейтілген. Яғни бөлшектің барлығын асты үстін бәрін ашып жабады екенбіз. Екіншісінде керісінше жоғары жағы кеңейтілген. Енді бір нәрсеге мән беріңіздер. Мынаның жоғарғы жағы кеңейтілді. Ол мына қолтық ойынсына бізде жинаған кезде қолтық ойынсына қондыру сызығына сай келу керек. Сіздер әр жинау барысында, бүрмені жинау барысында сіздер не істейсіздер? Өлшеп отырасыздар. Яғни сізге қондырған кезде мына жерге сіздерге бір келкі не түсу керек бізде? Бүрмелер, немесе фасонына қарай, үлгісіне қарай бүрмелер, немесе складкалер түседі. Енді мына жең, мынау бізде тар жең, осы жеңде бір үлгілеп көрсетейін сіздерге. Андай тар жең алып, мән беріп мұқият қараймыз. Қыздар, қазір сіздерге берілетін тапсырманы да сіздер осылай алдарыңыздағы үлгілеп шығуларыңыз керек. Кесу сызықтарын мен маркермен қойып алдым. Және бірінші номерімді қойып алайын.
Қараңыздар, бұл жерде қалай ашылған. Яғни біз төбе жағынан кесеміз. Ал, мен екінші жеңімді сіздерге көрсетейін. Қазір мен жабыстырып сіздерге қарай анық көрсем. Ал қараңыздар, бұл жерде жең қай бөлігінен бастап кеңейтілді біздің? Иық жақтан демейміз, қыздар. Яғни шынтақ тұсынан сәл жоғары, мына қысқа жеңнің несі бар ма мөлшері? Тура сол жерден бастап қарасаңыздар, кесіліп алып, неғылады біздің жоғарғы жағынан. Мына жерде мына байқасаңыздар бүкпелер бар, складкамыз бар. Сол орындарына кеңдік тастап ашып өттік. Яғни бұл біздің екінші жеңілгіміз. Ал енді, мына жеңдерді түсіндірмесем де, көрінікті ме, түсінікті ме, анық па? Тапсырма берсем, яғни орындай аламыз. Ал енді келесі сіздерге мен мынандай жеңнің макеттерін дайындап қойғам. Менде мына жерде қазір мына карталарда әртүрлі жеңдер бар. Енді екі топтан бір студент келіп, мына жеңдерден таңдап алсыншы. Ал, қыздар, таңдап алып кетеміз. Үшеуін алып кетеміз. Сразу үш жеңді алып кетейік. Алдық па? Кімде клей жоқ? Қай топта? Қыздар, бетеміз. Мына алдымызда плакат тұр ғой, Осы плакатты үш нені бірінші мынаны жабыстырасыз, қасына жасаған жұмысты жабыстырасыз, үлгілеп. Алмаңыз. Қандай жеңдер түсті? Маңыздар. Тар жең ба? Суретті көрсетіңіздер маған. Маңыздар. Қандай жеңдер түсті? Значит, сіздерге мыналар керек. Ала беріңіздер. Қыздар, сіздерге 10 минут уақыт берейін. Үш жеңді жылдамдатып, бұл топпен бірлесіп жұмыс жасағаннан кейін әр адам өз жұмысын міндетті түрде бағалап отырады. Бір жеңнен алыңыздар, Наған жабыстырып шығамыз? Клей бар ма? Бар. Жылдамдатамыз, қыздар. Уақыттарыңыз тығыз. Кәне, уақытты тиімді пайдаланайық. Қысқа жең ба, сразу қысқа жеңдеріңізді мен сияқты қысқартып алыңыздар. Жеңдеріңіз қысқа ма? Топтасып, бірлесіп жұмыс жасаймыз, қыздар. Топтасып, бірлесіп. Осы топта кім белсенді, ең белсенді адам жоғары ұпайды өзіне қоя алады.
Ананы кімге беріп жүрсе, Семранға көрдім ау? Семранға беріп жүрміз. Ал, қыздар. Қыздар, топтың жылдамдығына да қарай бағаларыңызды жоғары қоя аласыздар. Ал. Қанша сызық түссе, сонша кесесіздер. Ал. Я, бірінші суретіңізді, сосын соны екінші үлгілеген жеңіңізді жабыстырыңыздар. Қыздар, бір қатарға жабыстырып шығайық, бәрін әдемілеп. Ілі жең, сосын астына үлгілеуін жабыстырыңыздар. Ол өз еріктеріңізде. Анағаны пайдалана берсеңіздер. Кім? Қайшын әбір жүш? Дайынын жабыстып қоя беріңіздер. Уже бір жұмыстарыңыз бітті болады. Қыздар, шатаспаш үшін сол үшін мен номер қойып алыңыздар деп атқаным. Әрбір бөлшекке 1, 2, 3, 4 деп номер қойып алыңыздар. Бөлшектеріңіз үзілген жағдайда шатаспайсыздар. Кезекпен орналастырып, жабыстырып шығасыздар. Очкин шешіп алса очкин. Қыздар, жаңа қайшы алмадыңдар ма? Қырықпай жатып сан қойып алыңыздар. Сонда өздеріңізге де не болады? Молодец, бір жеңім бітіп қойыпты мына топ, сіздерше? Ой, молодец, жарайсыздар. Қыздар, бүгінгі сабағымыз әрбір студент өзін бағалайды. Тапсырманың дұрыс еместігін барлығын өздеріңіз тексеріп бағалайсыздар. Астын бірінші жабыстырып алыңыздар, кейін төбесін ашып шыға саласыздар. Қиналсаңыздар. Болған топ келіп өзінің жұмыстарын қорғап шықса болады. Мына тақтаға ілеміз.
Болдық па? Жерде түсіп қалды. Симран, жерде жатыр. Болды ғой, а? Тынышталамыз. Істеп болған топ. Ал, кім шығады? Мен жақта дұрыс жауабын шығарамын, сол арқылы маған тексеріп айтып бересіздер. Кім шығады? Келе қойыңыздар. Топтан тез қорғап берейік. Наджың бар ма сізде? Бар, бар. Ал көрініс. Қайсысы? Екінші нұсқадағы жең. Дұрыс жасадыңыздар ма? Келесі. Дұрыс жасадыңыздар ма? Өздеріңізді бағалайсыздар. Мен дұрыс жауабын көрсетемін сіздерге. Жарайды. Ал. Мен де бір көріп шығайын. Дұрыс па? Қыздар, бір мән беретін жағдай, мен не дедім? Бөлшектердің ортасын ашу барысында ара қашықтықтарымыз бірдей болу керек. Мына сіздердің қателіктеріңіз осы да, иә? Мына қараңыздаршы, аралары қосылмай қалған. Мына бұның бәрі матаға тура осылай түсетін болса, бұл бізге не береді? Жеңнің қателігін береді. Сіздерде кәдімгіде не болып шығу керек, үлгісіндегі. Ал өздеріңізді дем арасында бағалап жүрсеңіздер, парақтарыңызға келесі топ дайынбыз ба? Ал, кеңіздер. Қыздар, тынышталамыз. Ал, келесі топ келіңіздер. Қыздар, өз-өзімізді бағалайық. Сіздерде уақыт бар. Әр тапсырмада қандай пайызда жауап бердіңіздер, иә? 4 тапсырма берілсе, бірден 25% аралығында бағалайсыздар. Қыздар, жылдамдатайық. Екінші топ. Ал, кәнеке. Енді өзіңізді тексеріп шығыңыз. Мен жақтан дұрыс жауабын шығарамын. Кім? Көмекке келіп, бір қыз көмектесіп жүрсеңіздер. Ал, қараңыз енді. Болды па? Наджың бар ғой сізде? Қалай болыпты? Дұрыс жасадыңыздар ма? Жарайды. Мен де тексерем қазір, Келесі. Ал, Наджың бар сіздерде? Дұрыс жасадыңыздар ма? Ал, келесі үшінші жең. Ал, қаншаға бағалайды екенсіздер? Көріп шығайын. Сіздерде де бөлшектеріңізді, жеңіңіз былай қарап кет қалыпты. Кішкене жеңді. Қыздар, сіздер бұны жасау барысында мен лекала дайындап жатырмын. Мені уже мен жеңді пішемін осыны деп, сол мақсатта дайындайсыздар. Қисайған, арақашықтығы әртүрлі, ондай бөлшектер жарамайды. Яғни негізі үлгілеу барыстарыңыз дұрыс. Ал бағалап жүрсеңіздер, мен енді отырыңыздар, бағалап жүріңіздер өздеріңізді. Жалпы біздің қазақи құндылық, ұлттық нақыштағы киімдеріміз ұмыт болып кетпес үшін мен сіздерге мынандай сергіту сәті. Яғни біздің жаңа тақырыбымыз түсінікті болса, бағалап алсаңыздар, мен сергіту сәтіне ұлттық киімдердің топтамасын алып келдім. Осы жерде сіздер қай ұлттық киімнің атауын білесіздер, атына жазыңыздар. Бұл да бағаланады. Ал, астына жазамыз. Шуламаймыз, қыздар. Шуламаймыз. Қай топтың қай киімнің атын білесіздер? Ер адамның киімі, әйел адамның киімі.
Қыздар, шуламайық. Мен напарам, кет қапты. Кім қанша киімді тапты, соған қарап та өздеріңізді бағалап кетіңіздер. Мен сергіту сәтіне де бағалау графасын қосқамын. Алдымызға қараймыз, сөйлеспейміз, қыздар. Сіздер сабақтасыздар. Дұрыс қой, белгілі бір уақытта сіздер үлгеріп шығуларыңыз керек. Болдық па? Қазір 1 минут. Болдық па? Тыныш отырайық. Сіздер толық жазып қойдыңыздар ма? 2 топта? Барлығын білеміз ба? Ал енді бұлай істейін онда. Менде мына жерде әрбір киімнің атаулары жазылған қағаз бар, дұрыс жауабы бар. Осы арқылы да өздеріңізді тексеріп, бағалау парағына бағалап шықсаңыздар болады. Оқып шығамыз ба? Оқып шығасыз ба? Ал, оқып шығыңыз. Бұлай ретімен кете беріңіз, мен өзім көрім. Ретімен кете беріңіз. Тақия, орамал, малақай, бөрік, мақ, басшылық, бөрік, тақия, мәсі, кебіс, саптама. Болды, тоқтайық. Келесі. Сізді күн көрейін. Мына жан бастап оқыңыз. Мештеп, ішік, қамзал. Қандай дейді? Жоқ, мынау не? Бешпент. Көпі, кебешек, қалыңдық киім, немше, кимешек. Қай жерден киім айтасыз? Осы жерде мына бас киімнің қайсысы ер адамның бас киімі? Бөрік, баслық, айырғалбақ, малақай. Ер адамдікі. Тақия. Ал сіздікі қайсысы әйел адамдікі бас киімнен? Бөрік, орамал, сәукеле. Бұл ма? Басқа жоқ па? Бар ғой, тағы да. Тұр мұны? Қыздар мұны тұр ғой. Мұның бәрі қыз баланың киімі. Сіз бұл кісі ер адамның киімін айтып отырсыз? Тақия. Дұрыс. Жарайды. Мына сергіту сәтінде өздеріңізді бір бағалап жеріңіздерші, қаншалықты сіздер ұлттық киімнің атауларын біледі екенсіздер? Барлығыңыз өздеріңізді бағалап жерсек. Бағалап болсақ айтайық. Қыздар, бізде 4 бөлім болды, яғни үй тапсырмасын тексеруде 2 тапсырмамыз болды, бағаланды ма? Барлық топта. Жаңа тақырыпты бекітуде, яғни топтық жұмыс, бұл топтық жұмыста да белсенді ішінде өзі ортасынан шығады, 2-3 қыз қатысу мүмкін, 4 қыз қатысу мүмкін, қатыспай отырғандар болуы мүмкін, сол арқылы бағалап кетіңіздер осыны, және сергіту сәтінде бағалап кетіңіздер. Ол да бағалауға кіргіздім мен. Сөйтіп жалпылама бағаларыңызды шығарасыздар. Түсіндір алдым ба? Енді бұл бағаны қою барысында сіздер маған келген кезде не үшін ондай баға қойдыңыз? Сол жөнде кішкене айтып бересіздер. Мен мына тапсырмада толық білдім, ал екінші тапсырмада мен мына нәрсені білмедім деген сияқты сіздер өз бағаларыңызды өздеріңіз қорғап алып шығып бересіздер. Түсіндір алдым ғой, Ал енді жалпы біздің сабағымыз түсінікті болса, сіздерден осы сабаққа қарай мен кері байланыс сұрасам. Менде бұл жерде светофор әдісі бар, қыздар. Мына жерде кішкене жарық болғаннан кейін көрінбей тұр.
Кім көрініп тұр ма? Енді бұл жерде жасыл, сары, қызыл 3 түрлі түс бар. Яғни сіздер сабақ барлығы түсінікті болса жасылды басасыз, я? Сабақ түсінікті, бірақ бір-екі түсінбеген жерім бар, сұрағым бар десеңіз сарыны, егер мүлдем түсініксіз болса қызылды басасыздар. Кім өз пікірін білдіргісі келеді, келіп тақтаға шығып рефлексияларыңызды көрсетсеңіздер. Әр бағдаршамда өз есімдеріңіз жазылған. Ал Семран, қай түс таңдайсыз? Жасыл. Сізге сабақ барлығы түсінікті болды ма? Келесі, кім өзінің сабаққа деген? Апай, 4 тапсырманы. Соны түсіндім, түсінбедім, солай ма? 4 тапсырманы бір немен яғамыз ба? Жалпы сабақты. Толық сабақта бір тапсырманы қамтымаңыздар. Толық сабақ сізге түсінікті ма? Или мен 3 тапсырманы түсіндім, менде біреу түсініксіз болды. Сарыны басыңыз. Егер бүкіл барлық тапсырма маған түсінікті болды десеңіз, жасылды басасыздар. Әркімнің есімін бағдаршамға есімдерін жазып қойғам. Осы бағалау кері байланыстарыңыз арқылы мен сіздерген қосымша жұмыс жасай аламын. Так, Аружан жасыл түсті таңдады. Рахмет сізге. Түсін айтып жерсеңіз. Нұрсәуле, жасыл. Рахмет сізге. Рахмет. Ал Нағима. Рахмет. Рахмет. Жансая. Ал рахмет. Қыздар. Уақытымыз тығыз. Так. Аяжан. Рахмет. Ал Ақбөпе. Рахмет. Айсұлу. Рахмет. Ал қыздар, сабақ бізде көп қалған студенттеріміз кейінде келіп білдіріп кетсеңіздер болады. Түсінбеген сұрақтарыңыз арқылы мен не істеймін? Қосымша жұмысты жүргізе аламын. Ал енді жазып алыңыздар дәптерлеріңізге үй тапсырмасын. Битекші, әрбір студент, әрбір студент бізде жеңнің түрі бар, бір-біріңізге ұқсамайтындай, әрбір студент бір жең түрін үлгілеп келсек үйде. Күрделілігіне, жеңілдігіне қарай жең алыңыздар, таңдаңыздар. Бір жеңіл түрінен, яғни оңай түрінен бір күрделі түрден жең алып, яғни сіздер екі жең үлгілеп келесіздер. Ал жазып алсаңыздар, жазып алдық па? Ал қыздар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерде түсінбеген сұрақ бар ма? Сабақ бойынша, үй тапсырмасы бойынша, барлық сабақ. Сұрақ жоқ па сіздер менен? Түсінікті болса, сіздерге де рахмет. Ой пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге, сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін рахмет. Жақсы сау болыңыздар. Бағаларыңызды маған өткізсеңіздер, мен осы арқылы дұрыс, жалпы бағасын өзім шығара саламын. Жарайды. Негізі барлық тапсырмадан балдарыңызды қойып берсеңіздер, жалпысын өзім шығарып беремін. Жақсы, үзіліске шыға беріңіздер.